Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен осындай дәмді тамақтың рецептімен бөліскім келеді. Бір жасағаннан сәтті шығады. Жасалу жолы өте оңай. Бұл тамақты ораманан деп атайды, немесе гүл ханым деп атайды. Себебі жасалуы гүл тәрізді әдемі болып шыққандықтан гүл ханым деп атаған болу керек. Сіздермен бөлісемін, өте дәмді, керемет болып шығады. Бір жасағаннан жеңіл болады. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып, каналымды қолдап қоюларыңызды сұраймын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі асқабақ. Асқабақты мен алдымен ашып дайындап алдым. Енді осылай жіңішкелеп алдымен тураймыз. Сосын осылай ұзынша ғып лапша кескендей турап аламыз да, сосын төртбештілеп майдалап турайтын боламыз. Мен асқабақтың көбісін турап алдым. Мына жерде кішкенесін ғана алып сіздерге көрсетіп жатырмын. Осылай жіңішкелеп және төртбештілеп турайтын боламыз. Асқабағым осымен турапны дайын болып қалды. Асқабақты турап болдық. Енді ыдысымызға салатын боламыз. Асқабақты ыдысқа салып болған соң пиязымызды турайтын боламыз. Пиязымызды екіге бөліп, қайтадан осылай жіңішкелеп тураймыз да, сосын төртбұрышты ғып майдалап турап алатын боламыз. Пияздың барлығын осылай тураймыз майдалап. Пиязымыз көзді ашытпау үшін айта кететін жайт бар сіздерге. Сыртымен салқын суға салып қойсаңыздар біраз уақыт, сонда көздеріңізді ашытпайтын болады. Мен солай жасаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Пиязымызды осылай турап, майдалап болып қалдық. Пиязымыз осымен турап болдық, дайын болды пияз. Енді пиязды асқабақтың үстіне салып қосамыз. Пиязымызды турап салып болдық. Енді картопымызды ашып, жуып дайындап алдық. Картопты да осылай ұзынша, сосын төртбештілеп майдалап, турап дайындап аламыз. Картопымыз да турап болдық, дайын болды. Енді картопты да басқа осы қосамыз салмалардың үстіне. Енді тартылған етімізді үстіне қосатын боламыз. Мен алдын ала жылтып алдым. Енді осылай барынша қосамын. Енді дәмдеуіштерімізді қосамыз. Паприка, дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосамыз. Сосын майымызды қосамыз, сұйық майымызды. Енді барлығын жақсылап араластырып, біріктіріп аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын болды, араластырып болдық. Енді қамырын дайындайтын боламыз. Қамырына бізге електен өткізілген ұн қажет, сосын тұздалған су және бір дана жұмыртқамыз. Жақсылап тұрып илейміз. Не қатты қылмаймыз қамырымызды, немесе қатты жұмсақ болмау керек. Орташа ғып илейтін боламыз. Аз-аздан тұзды суымызды қосып отырып, қамырымызды біріктіреміз. Осылай жан-жағын бәрін жинап отырып, илейміз. Қамырымызды біріктірдік. Енді столдың үстіне кішкене әбден күш салып, иығын қандырып басатын боламыз қамырымызды. Қамырым менікі үлкендеу болғандықтан екіге бөліп аламын, сонда жаюға жеңіл болады. Немесе төртке бөлсеңіздер де болады. Енді ол жағын өздеріңіз көресіздер.
осылай басып жақсылап тағы да бір дөңгелетіп аламыз да екі қамырды да салафанға салып 10-15 минутқа тұнықтырып қоямыз, бетін жауып. Менде 15 минут уақыт өтті. Енді осы қамырымызды біртіндеп жаятын боламыз. Кішкене басып барып, қолдың көмегімен дөңгелетіп аламыз да, ұнымызды сеуіп. Міне мен тағы да қаттырақ бастым. Осылай үлкендікке кішкене қолдың көмегімен жайып алдым. Енді ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен үлкейтіп жаятын боламыз. Қолымыздың салмағын басып отырып, ортадан екі шетіне қарай қаттырақ басып отырып, қамырымызды жаятын боламыз. Мен жайып болдым. Енді пышақтың көмегімен өзімізге керектігін жіңішкелеп, барлығын қамырды кесіп алатын боламыз. Осындай жіңішке қылып кесетін боламыз. Салмамызды салған кезде екі жағын жапқанға ыңғайлатып, осындай көлемде кесеміз ұзынша қылып. Қамырымызды ұзыннан кесіп алдым. Енді тағы да ортасынан кесетін боламын. Барлығын осылай ортасынан кесіп алып, сосын салмасын салып, қамырымызды жинайтын боламыз. Менде дайын болды қамыр. Енді біртіндеп алып, осылай ұзыннан, сосын мына ортасына осылай салып отырамыз салмасын. Аяғына дейін жеткенше барлық жеріне ұзынша ғып осылай салманы салып шығамыз. Салмамызды салып болдық. Енді осылайынан әр жерінен үстіп қысып шығатын боламыз. Қысып болған соң ішке қарай дөңгелетіп орап шығамыз. Осылай орап алдық. Енді кішкене мына жағын басып жібереміз. Сонда қамыр бір-біріне бірігіп, осылай гүл тәрізді болып шығады. Енді осылай бірнешеуін жасап аламын мен. Қайтадан әр жерінен қысып шығамыз. Қысып болған соң айналдырып, бір ішіне қарай осылай айналдырып аламыз да, жағын қысып біріктіреміз. Енді табамызды майлап аламыз кисточканың көмегімен. Майлап болған соң жаңағы жасап қойған мантымызды Гүлханымның астын мен майлап алдым кисточкамен. Енді екеуі қазір менде дайын болды. Осы екеуін кисточканың көмегімен қамырдың айналасын, бетін, жан-жағын бәрін майлап шығатын боламыз. Сонда піскен кезде сондай сочный, жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Сыртына май жақсаңыздар. Мұны менде табам толды. Енді барлығына осылай кисточканың көмегімен майын бәрін жағып шығамын қамырға. Мантабаркамыз газде қайнап тұрған суды қойып, үстіне осы мантымызды салып 40 минут пісіріп аламыз. Міне менде пісті Гүлханым. Осылай шықты менде. Өте дәмді, сондай сочный, керемет болып шықты. Жасалу жолы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте әдемі және дәмді болып шығады. Қаймақпен жесеңіздер болады, сметанамен немесе майонезбен жесеңіздер болады. Каналға тіркеліп қоюларыңызды сұраймын.